айыптау актісімен қылмыстық іс сотқа жолданды. Бұл қылмыстық іске Сұлтан Сәрсемалиевтен басқа өзге қылмысқа қатысты тұлғалар анықталған жоқ. Ақбаян Мұханғалиеваға қатысты қылмыстық істің шегінде өндірістен оған қатысты тоқтатылды. Яғни қылмысты жасыру фактісі бойынша қылмыстық іс бөлектелініп, қазіргі таңда бөлек қылмыстық іс тергеп тексеруде. Ақбаян Мұханғалиеваның денсаулық жағдайына байланысты тағайындалған сот психиатриялық сараптамасының қорытындысы бүгінгі таңда алынған жоқ. Аталған сараптама қорытындысы алынғаннан кейін қылмыстық іс бойынша түпкілікті Мұханғалиеваға қатысты баға берілетін болады. Сұлтан Сәрсемалиевтің қылмыс құралы ретінде анықталған пышақ ретінде тергеу барысында анықталған жоқ. Нақты осы пышақ деп. Яғни қылмыс іс бойынша заттай дәлелдемелер бар, бірақ ол заттай дәлелдемелердің барлығы сотпен зерделеніп, өзінің құқықтық бағасы. Потрау комментарий уже прокуратура области дала. В принципе, дополнить мне нечего. Единственное, хочу сказать, что стационарная психолого-психиатрическая экспертиза продолжается в отношении бывшей супруги Сарсемалиева. Она также имеет статус подозреваемого. В отношении нее в отдельное производство выделено уголовное дело по факту недонесения о совершенном преступлении. Ее причастность к убийству проверена. В этой части, значит, ей обвинение не предъявлено. Аталған қылмыстық іс бойынша күдікті ретінде Сұлтан Сәрсемалиев танылды. Оған қатысты қылмыстық кодексінің 99-шы бабы бойынша адам өлтіру, екі немесе одан да көп адам өлтіру фактісі, қылмыстық кодексінің алаяқтық фактісі және ұрлық деректері бойынша бірнеше эпизодта қылмыстық істер тергеп тексеріліп, айыптау актісімен қылмыстық сотқа жолданды. Бұл қылмыстық іске Сұлтан Сәрсемалиевтен басқа өзге қылмысқа қатысты тұлғалар анықталған жоқ. Ақбаян Мұханғалиеваға қатысты қылмыстық істің шегінде өндірістен оған қатысты тоқтатылды. Яғни қылмысты жасыру фактісі бойынша қылмыстық іс бөлектелініп, қазіргі таңда бөлек қылмыстық іс тергеп тексеруде. Ақбаян Мұханғалиеваның денсаулық жағдайына байланысты тағайындалған сот психиатриялық сараптамасының қорытындысы бүгінгі таңда алынған жоқ. Аталған сараптама қорытындысы алынғаннан кейін қылмыстық іс бойынша түпкілікті Мұханғалиеваға қатысты баға берілетін болады. Ол кісі қазір қайда, Ақбаян Мұханғалиева? Ақбаян Мұханғалиева қазіргі таңда сот психиатриялық сараптамасында. Асты Атырауда ма? Дәл қазір ол кісі Атырау қаласына жеткізілді. Қазір Атырау қаласында.